бір жас бала соқты маған. Мен өз өзімді өлтіргім келіп тұр қазір. Бұндай оқиға сізде өте көп болған шығар, Болып тұрады. 4 грамм жан дейді. Қазақ оны күшті қылып айтқанда шыбын жан дейді. Яғни Құдайдың жарқын жағы дейді. Сол жарқын жақта біз не істеп тұр? Кірлетіп алып тұрық. Нені сіз әлі де қоғамға жеткізгіңіз келеді? Адамның жасы маңызды емес екен. Бұл жерде ниет маңызды екен. Волонтерлық. Волонтер болу үшін адамның бойында қандай қасиет қабілет болу керек? Кәсіби біліктіліктен рухани құндылықты бірінші қойған дұрыс деп ойлаймын. Армысыздар. Сіздермен бірге жақсылықты жарқырату жобасының волонтерлық подкасты. Бұл жоба Атырау облысы ішкі саясат басқармасына қарасты азаматтық орталық коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қолдауымен өткен демеу конкурсының нәтижесінде жарыққа шығуда. Жалпы ерікті болу еріккеннің ісі емес, және еріктілер еріккеннен еңбек етіп жүрген жоқ. Қазақ қоғамы үшін волонтер немесе ерікті деген атаудың естілуі ол бұрыннан бар нәрсе. Бірақ шын мәнінде ерікті жұмыс істеу ол өзгеге көмектесу. Дәл осы қасиетті бойына сіңіріп, қоғамға психологиялық тегін көмек беріп жүрген волонтер ретінде қызмет етіп жүрген күміс волонтер, ол бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Бибігүл Серікқалиқызы. Бибігүл Серікқалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Сіздерден шақыру алғаннан кейін әртүрлі сезімдер болды енді. Яғни жақсылық жағына қарай. Рахмет айтқым келеді осы жөнде сіздерге. Көп рахмет. Уақыт тауып, осы жерге келгеніңіздің өзіне біз үлкен алғыс айтамыз. Енді бүгінгі тақырып бұл волонтерлық. Жақсылықты жарқыратып жүрген жандардың еңбегін көрсету. Осы бағытта сізде волонтерлық деген ұғым қашаннан басталды? Ең алғашқы көмекті кімге көрсетіп бастадыңыз? Енді бұл бағанағы айтып жатырсыз ғой, қазақты бойында бар нәрсе деп, ол адамда кішкентай кезінен қалыптасатын сияқты. Соның ішінде мен бір 77 жылы мен где-то 4-5 оқитын шығармын. Сол кездерде біздерде кітап оқығанда бағанағы бір литература болды. Сол кезде Тимур, его команда деген болатын. Бір рассказ, бәрі біледі, Совет одағының адамдары. Содан менде сол бағанағы әңгімені айтып бергенде соның ішінде бірге жүретінмін. Ой арқылы, сезім арқылы адам қанаттанады ғой, үлкен кісілерге көмектесу деген. Сол кезден қалыптасты деп ойлаймын. Ең бірінші менің енді қазір былай қарасам, ол волонтерлық жұмыс екен деп ойлаймын. Сол Ленинградқа ағам тұратын, сол жаққа каникулға барсам, ояқта енді орыс үлкен кісілерді өте көп. Сонда менің ағам 7-8 этажды үйде тұратын, есімде жоқ, енді нақты 8 этаж ба, 7 этаж ба, сонда үйде тұрады, лифт жоқ. Сонда бағанағы үлкен кісілер сетка дұрба болатын о кезде, Совет одағының. Сонымен тамақтасып алып кетеді. Сол кезде ана кісілерге айта алмайын да орысша, дұрыс білмеймін де, помогу дегенді де білмеймін. Давай деп ананың қолындағысын алып, бағанағы көтеріп апарып тастайтынмын. Сол кезде ана кісілердің айтатыны, ой, ты, солнышко, спасибо, зайка ты деп бағанағы әдемі сөздерін айтып жатады. Соған мәз болып, қанаттанып, бір тағы бірдеңе жасағым келіп, сондай болатын сезімдер болған. Енді содан қалыптасқаны ғой деп ойлаймын. Қазір қарап отырсам, енді күміс волонтері, яғни ересек адамдардың волонтерлық ісі ғой. Мен бұл жерде бір байқағаным, адамның жасы маңызды емес екен. Бұл жерде ниет маңызды екен. Волонтерлыққа. Мынау, енді сіз ол бала кезде жаңа жігерленіп, сіз оның волонтерлық екенін білмей жасадыңыз ғой. Ал енді біліп, міне мен өстім, жетілдім, осындай саланы меңгердім, осындай жақтарда жұмыс жасадым. Мен енді міне өзім қазір волонтер болып қызмет еткім келеді қоғамға деген ой қашан келді сізге? Бұл менде негізгі енді өмірдің бағанағы несі болады ғой, соқпағы, адамды былай алып баратын. Сол соқпақтардың ішінде де ол еріксіз менің жасаған көмектескен сондай болған екен менде. Енді оның бәрін тәпіштеп бағанағы нетіп отырғым келмейді, бірақ енді нақтылай ол мынандай ішкі ниет дейді ғой.
ниеті менің 23-те уже нақты келдім. 2023 жылы. Иә, 23. Оған дейін мен былай көрсетіп жүрдім. Банағы ДБС дейтін бар, балалар мүмкіндігі шектеулі дағдарыс орталығы болды. Оған дейін барғандарым. Мына кәдімгідей волонтерлық ортаға кіріскенім 23-те басталды. Оған дейін былай жасап жүрдім. Мен оны білмедім, волонтерлық жұмыс жасап жүргенімді. Мынаған кәдімгідей ортаға кіргенім 23-те болды. Бибігүл ханым, біз сізді жаңа ғана психолог ретінде таныстырдық, бірақ сіздің шындығы негізгі мамандығыңыз бұл мұнай-газ саласын өңдеу, өндіру, университетте сабақ бердіңіз, одан бөлек жеке кәсіпте болдыңыз. Өзіңіз туралы таныстырып кетіңізші толығырақ. Мен негізгі өзім мына Атырау облысы Индер районы Еспол ауылы деген бар, Кулагина деген бұрын аталған, мен сол жақтың тумасымын. Сол онды бітіріп Ленинградқа оқуға түстім. Сол банағы мұнай өңдеу қалай еді енді по переработке нефтегаз. Соны маманымын. Мен о кезде біздерде отработка дейтін болатын, сонда Украинаға жіберді, Днепропетровск деген қалаға, Запорожский область, город Бердянск деген жерде болдым. Ояқта да оқыдым. Содан бізді Түркменияға жіберді. Одан біз өзенге көштік. Мен енді көп жерде араладым, көп жерде жүрдім. Сондықтан ең соңғы осы мамандықпен жұмыс жасағаным ол өзенде нефтяной колледж деген бар, 4-ші микрорайонда орналасқан, қазірде бар. Сондықтан сол жерде мен сабақ бердім. Бертін келе, мына осы Атырауыма көшіп келгеннен кейін айтып отырмын да, өмірдің бір кезеңдері болды ғой. Сол кезде мен мына кәсіпкерлікке кетіп қалдым. Яғни мен штор дейді ғой, тюль, занавеска мақалайды. Сондай саттым, одан аяқ киім саттым, одан мебелде саттым, одан қайтып аяқ киім саттым. Әйтеуір сондай өмірдің белестері айналып келгенде бір адамға өз-өзін таппай жүргенде бір кризиске әкеледі екен. Ол өзгеру. Айтады ғой, любая проблема – это рост дейді. Сондай бір проблемаға, финансовая проблема дейді, сондайға менде болды. Содан іздей бастадым жолымды. Мен қайдамын? Не істедім? Мен қандай не істеп қойдым? Осындай маған қиындылық беретін адам ізденеді, ол сұрай береді. Сол кезден бастап жайлап осы психологияға келдім. Сол жерден іздей бастадым, өзіме ұнай бастады. Ол білімді тереңдете бастадым. Оның жағынан магистратура бітірдім. Банағы біздің мединституттың жағынан повышение квалификация, переподготовка, клинический психологияны бітірдім. Сонда енді өте көп дамыттым өз-өзімді. Әлі дамытудың барысындамын, әлі дамытып жатырмын. Менде білім деген тоқталып қалған жоқ. Әлде де жұмыс жасаудамын осы бағытта. 2023 жылдан бастап сіз волонтер ретінде ресми түрде деп айтайық, ресми түрде волонтер ретінде қызмет еткелі жатсыз. Осы аралықта сіз ең алдымен мүмкіндігі шектеулі балалар, ерекше балаларға көмек қолын создыңыз, аналармен жұмыс жасадыңыз, және онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастармен жеке жұмыс жасадыңыз. Жалпы осы мына волонтерлықтың барысында қандай қиындықтар болды? Нені сіз әлі де қоғамға жеткізгіңіз келеді? Бұл жерде білесіз бе, тек қана онкологиялық емес, мен әртүрлі бағытта жұмыс жасадым. Инсульт, инфаркт алған адамдармен де әртүрлі бағытта. Бұл жерде ауруға шалдыққандардың көбі жан-жақты жұмыс жасадым. Мен адамдарға бұл жерде қиындығы жеткізу, адамға ояту. Мына ішкі дүниесіндегі рухын ояту. Ең бастысы осы. Ал енді адамға жеткізе білгеннен кейін, адамда түсінік пайда болғаннан кейін, сен бір өзің керім бір жеңілдік аласың. Көмектескеннен кейін. Адамдар түсінгеннен, енді түсіндім, ол қайдан пайда болған, не үшін пайда болғанын. Сол кезде, оларда түсінік болған кезде, олар өз-өздеріне банаға жеңілдік сезінеді ғой. Сол жеңілдік мені қуантатын. Себебі ол 50%-ға адамның ішкі дүниесі емделді деген сөз. Сіздің жаңағы айтып отқан маған бір оқиғаны айтып бересіз бе? Мәселен осындай болып еді. Мен бір қазір есіме түсіп тұрды, бір жас бала где-то 17-18-дің айналасындағы бір жас бала соқты маған. Мен өз-өзімді өлтіргім келіп тұр қазір. Сіз психологсыз ғой деп банағыдай соқты. Танымай, атын да білмей. Бірақ сондай агрессивный дейді ғой. Бозбала агрессивный. Бозбала агрессивный, мен өлгім келіп тұр.
Өлгім де келеді, өлмегім де келеді. Сіз не айтасыз деп сөйтеді. Сол кезде біз екеуміз жұмыс жасадық. Сол телефон арқылы. Ол кісіде, ол балада, жас болса да, ол жерде ол суицид қайдан пайда болады? Яғни ішкі дүниесіндегі ренжіген адамды, ол өз-өзін адам өлтіргісі келмейді. Ол ішіндегі ренжіген адамды өлтіргісі келеді. Түсіндіңіз ғой да? Яғни ол бір қызды тастап кеткен екен. Жас қой енді, бозбала. Сондықтан іштегі бала ана қызға ренжіп тұр. Содан өшін ала алмай тұр. Сондықтан ол өзін өлтіргісі келмейді, ол іштегі ана қызды өлтіргісі келеді. Ішкі дүниесіндегі өзінің образ қызды өлтіргісі келеді. Сонда ол адамдар кейбірде өз-өзін түсінбей, сондай неге барып қалады. Қадамға баратын содан. Осындай жағдайда не істеу керек сонда? Бұл сіздің қазіргі айтып отқаныңыз балалармен жұмыс кезіндегі нәрсе ғой. Иә. Бір аяқтың астынан звондап қалып, соны мен айтамын ғой, сонда сен қазір кімді өлтіргің келіп тұр ішіндегі? Сонда барып ол түсінді. Мен сонда ол қызды өлтіру үшін мен өзімді қияйын деп тұрмын ба деп, апа деп сұрап жатыр. Мен айтамын, иә. Сен ғой, сенің болашағың өте жарқын. Саған Құдай бәрін беріп қойды. Неге сен өзіңді өлтіресің? Ол қыздан ала алмай тұрсың ғой. Ол қызға не айтар едің? Не істер едің? Ол қыз алдыңда тұр. Айтатынды айт, тепкің келіп тұрма, теп, ерікті бер өзіңе. Содан кейін сөйтіп бір жарты сағаттық болар. Сол жеткілікті болды. Қазір ол жігіт, білесіз бе? Туран, бізде Астанада Туран институты бар екен ғой. Сонда психология маманына түсті. Қандай керемет. Сіздің бір ғана сұхбат қой, былайша айтқан кезде. Және өздеріңіз тек қана телефон арқылы хабарластыңыздар, иә, бір-біріңіз көрген жоқсыздар. Қандай күшті. Бұндай оқиға сізде өте көп болған шығар, иә? Болып тұрады. Болмайды емес, болып тұрады. Себебі мен Каспийде тұрмын, объявлениеде, Гуглда тұрмын, объявлениеде. Кім деп тұрсыз сол жақта? Психолог болып тұрмын, иә. Сол жақтан сізді іздеп келетіндер бар, иә? Видимо, сондай іздеп соға қоятын болар. Не айтады алмаған дегендей. Кейбіреу сынменен, біреу көмекпенен соғады. Сіздерде жаңа балалармен жұмыстан бастайық, иә? Енді сізде үш бағыт деп алатын болсақ, балалармен жұмыс, анамен жұмыс және науқастармен жұмыс. Оның әр қайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Солай ғой? Ерекше балалармен жұмыс кезінде нені ескеру керек? Бұл жерде ерекше балдарға көбіне не жетпейді, білесіздер ме? Махаббат, мейірім. Мейірім жетпейді, жылы сөз жетпейді, құшақтау жетпейді. Кішкентай баланың жылай беретін, агрессивный болатын себебі ол құшақтауды қалайды. Телесный тері дейді ғой банаға. Құшақтау, сыйпау. Содан басталады. Негізгі оларда когнитивтік функциясы, яғни ойлау қабілеті, зейін қою қабілеті, сол жаққа қарай бет бұрылады психологияда. Сол жағын дамытуға қарай. Негізгі түпкісінде бұл баладан гөрі анасымен жұмыс жасаған дұрыс. Себебі екеуі қалай деп айтайын, полиэнергия деп айтылады ғой, сол полиэнергия бала анасының полиэнергиясында тұрады. Анасының көңілі жайлы болса, бала жайлы болады. Ал егер бала анасы жынданып, ашуланып, ызаланып, жетпеген ой армандары болып, сондай қатты қиналып тұрса, бала да жылауға шыңғырып жылай береді, құлап қала береді, ол өзіңе қарай шаба береді. Яғни бала білмей, түсінбей жатыр. Сондықтан ең бастысы бұл жерде анасы өз-өзін сабырлыққа келтіру, ішкі дүниесіне түбегейлі кіріп, мен қазіргі сәт, қазіргі уақытқа келу. Мен бұл жерде сіздерге және практикасында беріп жатырмын. Яғни терең демал жіберу, мен осы жердемін. Мен қазір осы сәттемін. Маған не жетпей жатыр? Қарным тоқ па? Туалетке өзім бара алам ба? Көзім көріп тұр, құлағым естіп тұр ма? Балам қасымда аман ғой. Яғни өз-өзіңді тынышталдыру. Бала сол кезде моменте дейді ғой, орыстар, моменте тынышталады. Ана тынышталған кезде бала тынышталады. Себебі простой пример айтып берейін сізге. Мысалға, сіз бала жатырда жатқан кезде, сіз алманы көп жесеңіз, бала бұл өмірге келгенде алманы жақсы көреді. Сіз бананы жақсы көрсеңіз, бала бұл өмірге келгенде бананын жақсы көреді. Яғни бұл бала сіздің бауыр етіңізден, қан тамырыңыздан пайда болған бала. Бұл басқа жерден алынған жоқ. Сіздің бауырыңыз, сіздің қан тамырыңыз. Сондықтан бала зарядка ғой. Қосылып тұрған тоқ мамаға. Болды. Сол егер ана ресурста болмаса, бала зарядкасын алмайды, қуаттанбайды. Сол үшін керегінше жылайды, бақырады, ол ауырады.
не істеп жатыр? Внимание. Яғни көңіл бөлуін сұрап жатыр. Бірақ мама түсінбейді оны. Баш анекқа баш, кетші анекқа деп қуып жібереді. Енді бұл жерде ананың өзіне внимание керек болар, ананың өзіне назар аудару керек шығар. Бұл жақта енді біз балаға қуат беру үшін ананың өзі қуаттанған ресурстағы сондай бір толық болу керек шығар. Ол үшін ана не істейді? Мәселен, ананы түсінуге болады. Қазір бір емес бірнеше баласы бар. Бұл жақтан келіндік қызметі бар, жұмыстағы қызметі бар деген сияқты. Ол көбіне маған бер. Яғни барлығына беріп тастағаннан кейін ананың балаға беретіні болмай қалатын шығар. Не істеу керек біз осы жағдайда? Жақсы сұрақ бұл. Бұл жерде білесіз ба, келін болсын, әйел адам болсын, үйде көп рөлді атқарады. Ол жерде әйел, ол жерде ол тамақ дайындаушы, ол жерде нянка, ол жерде үй жинаушы, ол жерде оқушы, әрі ененің оқушысы болып келеді, әрі өзі оқытушы. Яғни бір басында жолдасына ол әйел, біреуге келін, сонда бір басында 10 рөл тұрады. Және ол үйден бөлек көшеде керемет болып жүру керек. Өзін өзі күткен, сондай керемет киінген, сондай болып шығу керек болады. Енді бұл жерде мен ең бастысы, қазір мен әр уақытта да айтамын да, мына тісіміз ауырса қайда барамыз? Стоматологқа барамыз ғой. Ішіміз ауырса эндокринологқа барамыз да. Сол сияқты адам өз-өзіңізде сондай бір баланстан кетіп қалып жатсаңыз, негізгі психологқа баруды айтар едім. Бір. Екіншіден, ресурсный болу үшін адам өзін тыңдап үйрену керек. Жүректі тыңдап. Мінекей, мысалға сіз практика осы жерде. Практикада осы жерде сізге айтып берейін да. Бәрімізде Құдай қайда деп ойлаймыз? Жүректе. Жүректе. Яғни біздің жүректе не бар, значит, ол Құдай неден тұрады? Ол неощутимый, былай ұстауға келмейді, көруге келмейді. Ол тек сезім арқылы, яғни ода мейірім бар, ода махаббат бар, ода сүйіспеншіліктен тұратын. Бұл сезім, яғни бұл энергия. Сол сезім, бағанағы біздің жүрегіміздегі адамды ол жазалай ма? Жоқ, жазаламайды. Жазалайтын кім? Өзіміздің ойымыз. Өзіміздің қателігімізді кешірмейміз, өзіміз өкініп қаламыз, өзіміз не істейміз? Көбіне кінәлап жібереміз өзімізді. Сол ой арқылы өзімізді кішкене төменгі энергияға лақтыратын өзіміз. Демек, ой бізді негативке алып кетеді, жүрек бізді позитивке алып келеді. Сондықтан мына жүрекке көбірек көңіліңіз түскен деймін. Мына қазақ айтады ғой, мына сұқ саусақты дейді. Біреуге бүйтіп көрсеткенде, мына үш саусақ өзіңе қарайтын ұмытпа дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Өзіңді бағалап үйрен дейді. Өзіңді құрметтеп, сыйлап үйрен дейді. Өзіңді жақсы көріп үйрен. Мінекей, осыны істеген адам, өз-өзіне бет бұрған адам, мына жан жаққа қарап тұрған екі саусақта ауызбіршілік болады, бір жұдырық болады, бір аумақ болады. Демек, әр кезде өзіңді бағала, өзіңді сүй, өзіңді құрметте. Себебі, сен сондай өз-өзіңді құрметтей білген адам, өз-өзін бағалай білген адам, ол басқаға да сондай құрметпен қарайды. Сондай баға, ол адамның да іс-әрекетін бағалайды. Мен өз-өзімді құрметтеуді қайдан қалай бастаймын? Қараңызшы, сіз бұл өмірге келдіңіз да, сіздің түп тұлғаңыз бәрі өз орнында. Қуануға бола ма? Қаншама бұл әлемде зағип адамдар бар. Қаншама адам сөйлей алмай жатқан адам бар. Қаншама саңырау адамдар бар. Қанша бір қолы, бір жері, бір мүгедек адамдар бар. Қаншама адам ауырып жатыр. Яғни, тек қана менде болмай жатыр деп былай емес, кішкене сабырлыққа келіп, айналаға қарап, бар нәрсеге қуану. Сенің өзіңнің қазір түрі тұрғаныңа қуану, жер басып тұрғаныңа қуану. Өз-өзіңізден алыңыз, өзіңізге үңіліңіз. Сол кезде өзіңізде ашылады ол. Өзіңізге мән берген адам, ол еш уақытта құламайды. Өзімізден бастаймыз. Себебі, айтады ғой, Құдай әрбіреуіңе 4 грамм жан дейді. Қазақ оны күшті қылып айтқанда шыбын жан дейді. Яғни, ол кәдімгі бар нәрсе 4 грамм адамда жан. Яғни, сол 4 грамм жан әр адамның жүрегінде. Яғни, Құдайдың жарқын жағы дейді. Сол жарқын жақта біз не істеп тұр? Кірлетіп алып тұрық. Ой арқылы. Бізде логика басқарып кетіп тұр ғой. Сол үшін логикадан көріп міне қарай үңілсек.
сонда көп нәрсені аша аламыз өзімізге. Қаш жандармен жұмыс жасадыңыз? Жарайды, жаңағы баланың негізгі ауруы немесе сырқаттануы, басқа ол бізде анаға байланысты. Сөйтіп анамен жұмыс жасадыңыз. Ананың жүрегін тыныштандырдыңыз, оның денсаулығына мән бердіңіз, оның бөлек ресурсқа шығардыңыз, сөйтіп ана мен баланың мәселесін реттеп келдіңіз де науқас жандарға шықтыңыз. Жалпы кез келген ауру болып жатқан кезде бұл сигнал ғой ағзаның. Қалай қабылдау керек біз? Науқаспен жұмыс жасаған кезде сіз нені түйдіңіз, нені түйсіндіңіз? Не айта аласыз соған? Сізге бұл жерде не айтайын? Ең бастысы адам өзіне үңіліп үйрену керек. Мысалға қараңызшы, бұл әлемде бар ауру, бірақ саулық та бар. Көрдіңіз бе? Ауру да бар, саулық та бар. Таңдау өзімізде. Бұны қалай жеткіземін? Сізге мысал, мына кішкентай бала ауырып қалады, ол садикке барғанда особенно. Білесіз, жылайды, еңірейді, ауырып қалады. Оны мамасы келеді, жаным, күнім, дәрісін береді, керегін алып береді. Бала кішкене тояды махаббатқа, қайтып кетеді. Қайтып ауырып қалады. Яғни вторичная выгода деген бар. Аурудың артында вторичная выгода. Яғни любой аурудың артында адам өз-өзін құнсыздандыру дейді. Бізде қазақ негізі тұнып тұрған психология ғой. Соны жазбаса да, бірақ тілменен осы уақытқа дейін жеткізген. Соның ішінде жаны саудың тәні сау дейді. Сіздің 4 грамм жаныңыз сау болса, тәніңіз жайлы болады. Сау болады. Мысалға қараңызшы, сіз бүкір адамды көріп жүрсіз ғой. Бүкір адам жаны шыққанда жайлап оның бүкірлігі басылады. Яғни орыстар айтып жатады ғой, Горбатова могила исправить дейді. Көрдіңіз бе? Яғни ол кісінің тәні ауырған жоқ, ол кісінің жаны ауырды. Кейбірде естіп жататын шығарсыз, бұл өмірден өтіп жатқанда ажарланып кетті мына кісі дейді. Көрдіңіз ба? Яғни оның тәні ауырған жоқ, оның жаны ауырды. Яғни біздің тәніміз кейіпке, любой нәрсеге көнігеді. Мысалға біз екеуміз қазір шпагатқа отыра алмаймыз делік та, бірақ біз күнделікті тренировка жасасақ, 5-6 айда қалай солай отырамыз. Біз боксер емеспіз, бірақ біз күнделікті тренировка жасасақ, біз азысын біліп шығармыз 5-6 айда. Яғни біздің тәніміз бәріне көнігеді. Жан демдеу керек. Жан жайлы болмағанда. Адам ішіне үңіліп, мен неге жындандым, мен неге көңілім толмай тұр. Неге менің жаным жайлы емес? Сұрақ қою арқылы. Сонда шығады. Анаған өкперенші, мынаған айта алмадым, мынаны деген жасадым. Сонда көрдіңіз бе, іште бықсып қалған эмоциялар. Жиналып қалған эмоциялар. Сол жиналып қалған эмоция ауыр болып шығады. Тән арқылы сигнал береді. Үңілші маған деген. Тазартшы ішіңді. Банағы 4 грамм жанды қап-қара қылып тастадық қой. Соны қайтадан жарқырату. Енді науқас адамдар ауруды жеңіп шығу мүмкін бе? Қандай ауру жеңілуге келмейді? Адамда ниет болса, кез келген ауру жеңеді. Кез келген. Банағы мына жерде мен Міржақып Дулатов атамыздың сөзін айтқым келіп отыр. Ол кісінің айтатын бар, Құдайдың бұйырғаны болады деу дейді, соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болады деу, ол ақымақтың белгісі дейді. Адам ойымен не тілесе, Құдай соны тағдыр қылмақшы дейді. Демек барлығы? Бәрі, тірі адамға бәрі мүмкіншілік бар. Ойыңды таза ұста, жүрегіңді кірлетпе, сол кезде кез келген ауруды да жеңуге болады. Бәрінде де. Баланы да емдеуге болады, өзіңде ресурстық деңгейде жүре аласың. Мына волонтерлық қызмет етіп жүрген кезде бір көңіліңізге қатты тиген болады ғой, бір сондай сәттер болды ма? Соның ішінде енді маған мына ЦАН дейді ғой, бізде мына орталық бар ғой, балдарды уақытша келіп кететін. Сол жерде енді кішкене балдар травмированный деп айтылады ғой. Қалай сонда? Қандай болды? Маған бір оқиғаны айтып беріңізші. Балдар мен соңғы өткізгенімде ол жердегі балдарға мен отырғанда енді бәріне каждыймен әр адаммен сөйлесу уақыт жоқ. Сондықтан былай топтық терапия жүргіздім. Сонда көбі бір-екеуі ашылғанмен біреуі ренжіді. Бұны неге сұрадыңыз, неге айтасыз? Сіз бізді ойламай тұрсыз ғой деп. Яғни ол бала дайын болмады. Яғни ішкі дүниесіндегі сол. Мен ол жерде сұрағаным қазіргі сіздің көңіл күйлеріңіз. Ата-анаға деген реніштеріңіз бар ма? Енді ол жерде ата-ананың кесірінен келіп тұрған балдар ғой. Бар ма? Мен сол жерде соларды шығарғым келді.
сол кішкене өзіме де батып кетті, мен кішкене дұрыс жасамай қалдым ғой деп өз қателігімді ойлап қалдым. Бұл жерде өте сақ болу керек екен деп өзіме үлкен сабақ алдым. Яғни соның ішінде мына жас балдарға өте, қалай десем, жан жақты қарау керек екен. Сонда 2-3 бала ренжіп жылап кетіп қалды. Тұрып кетті. Қандай? Бұдан кейін де сіз олармен жұмыс жасап жүрсіз ғой әлі? Енді тағы да барам. Енді өзіме сабақ болды оның бәрі. Яғни олар балдар уязвим дейді ғой, банағыдай өте жаралы болып келеді екен. Енді үлкен адамдар көбі жылап алады, қыз балдар жылап алады, ана ер балдар ішке тығады екен. Жылады, өз-өздерін ұстай алмай қалды. Жалпы қоғамда психологиялық қолдауға деген көзқарас қаншалықты өзгеріп келе жатыр? Енді қазір шүкір ғой, енді психологтар көбейіп жатыр. Ол біреулер айтады, мынау псевдопсихолог, анау мынау деп айтатындар көп. Мен айтамын, қандай болса да ол кісі ниеттеніп жатыр. Ниетінің өзі жеткілікті. Яғни құттай болса да мен көмектесем деген ниет бар. Ол азғандай көмектесер. Тіпті білмеймін, ол мотивация берер біреуге. Оның өзі үлкен көмек. Қандай ма болмасын, психологияға келем деген адам, біреуге үйретем, мен білем деген адамның кішкене болса да ниеті бар. Сол ниетіне бола мен қолдаймын. Ол да диплом болсын, болмасын, бір адамға жақсылық жасағысы келеді. Яғни оятқысы келіп жатыр. Ол ішкі дүниесіндегісін жеткізгісі келетін де шығар. Білмейміз ғой. Сондықтан мен оның бәріне де разы болам. Жалпы психологқа бару керек емес, психолог керек. Негізгі керек. Енді мына волонтерлыққа қарай қайтадан ойысатын болсақ, волонтер болу үшін адамның бойында қандай қасиет қабілет болу керек? Кез келген адам волонтер бола ала ма сіздің пікіріңізше? Негізгі айтайын ба, бұл жерде әртүрлі сала ғой енді волонтер. Кім нені біледі, нені түсінеді, өмірлік тәжірибеден солай берілетін нәрсе. Бұл жерде менің түсінгенім, кәсіби біліктіліктен рухани құндылықты бірінші қойған дұрыс деп ойлаймын. Волонтерлік қызметте. Яғни мен даже өзімнің қазіргі ойым, мына мектепке осы идеологияны қосса екен деймін, волонтерлықты. Неге? Менің бір балдарым шетелде оқиды. Сонда банағы олардан пункт бар. Волонтерлық бағытың деген. Толтыратын пункттар бар. А бізде кез келген институт, басқа жерге барсаң ондай жоқ. Бізде вообще қарастырылмаған волонтерлық деген. Ал басқа елде қатты дамыған. А бізде енді келе жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан баланы кішкентай кезден жанашырлыққа, мейірімділікке, мектеп кезден бауласа, бізде мектепте буллинг, бір-бірін қатты сөйлеу, соғу, бана қатыгездік кішкене азаяр ма еді. Менің ол бір ойым. Ішкі өмірімде әлде де асырғым келетін бір ойым, арманым. Негізгі кішкентай кезден балдарға сіңіру керек. Ол үшін қазіргі атана волонтер болу керек. Волонтердің көрілгеннен кейін бар бала волонтерлыққа қарай ниеттенеді, жүрегі бір ізгілікке толы болады. Өзіңіздің ойыңыз бойынша волонтер деген кім, ол қандай қабілет болу керек? Жаңа сіз айттыңыз, оның жүрегінде рухани нұр болу керек. Адамға көмектессем дейтін бір ниеті алдыртыру керек, е? Ал енді сіздің ойыңызша, сіз волонтерлықты қандай бір жоғары деңгейге шығарар едіңіз? Бұл менің түсінігім бойынша, өзімнің ішкі жан дүниемде, бұл үлкен іс жасау емес, кішкентай іс жасасаң да, қоғамға болсын, бір жеке адамға болсын, бір адамға сенің көмегің, бұл үлкен сый. Бұл тек қана бір адамға жасап жатырмын деп ойлама, ол өзіңе жасап жатқан сый. Себебі адам біреуге жақсылық жасау арқылы өзі нұрланады. Көрдіңіз ба? Кез келген нені жібереміз, соның кері әсері болады. Сондықтан сол әсер не? Жақсылық жаса, значит, мен нұрланамын. Менің өзім толамын. Менің мына жүрегімде жылу одан сайын толады. Одан сайын жарқыраймын. Сондықтан әрбір адам, соның ішінде өзімнің қазақ елім, әрбір адам сондайға бет бұрса екен деймін. Себебі айтып жатырмын ғой, шетелде ол кәдімгі дамыған. Әрбір адамның ол міндет екен. Бізде екен ол көп мән бермейтініміз. Шетелдерде ол уже міндет ретінде қабылдайды екен. Волонтер это любой жерде, себебі қай жерге барғанда банағы пункттарында бар волонтерлық бағытың. Ол аз жасау, көп жасауда емес, ниетте. Рухани құндылық. Ең бастысы осы деп ойлаймын.
Мен енді өзімнің қазақ еліме айтарым, иә, волонтерлыққа, енді өзім күміс волонтермін деп отырмын, қазір жастар жағы өте жақсы, активно алып бара жатыр. Енді өзім қатарлы адамдар, пенсияға жақындап қалған адамдар, пенсияға шыққан адамдар бар да, бізде зейнеткерлікке. Сол кісілерге бұл үлкен мүмкіндік, өзін басқа жақтан тану. Я, себебі біз күміс волонтерында тәжірибе бар, мол, сабақ алған, өмірдің сабағы бар бізде. Ал мына жастар жақта оларда күш жігер бар. Соны екі ортасының көпірі болсақ, мына біздің қазақ елі одан сайын керемет деңгейге жетеді. Ол мен білемін. Себебі сізге бір нені айтып берейін. Мына су тасқыны келгенде Атырауда көп адамдар көбі кетіп қалды ғой, білесіз ғой да? Сол кезде көп адамдар кетіп қалды. Неге? Себебі қорқынышы бар адамдар кетіп қалды да, мына жердің энергиясы жеңілденді, су өзінің жолымен кетті. Көрдіңіз ба? Сонда адамның энергиясы жақсы болған сайын біздің елімізде күшті болады. Ол тек қадаммен емес, басқа емес. Біздер кішкентай қадамнан бастасақ, соның өзі үлкен Қазақстанға, үлкен бір қалай не салады ғой? Ой салады, көмектеседі. Ой салады, әрі мынау арқылы адамға күш жігерді көбейтермеді. Тіпті ең кішісі мынадан бастаса екен деймін. Бір-бірімізге жылы орыстар айтқандай комплимент жасап үйрену. Жылы сөз. Жылы сөз. Иә, жылы сөз жанды жақсартады, жанды жаңартады. Айтпай ма, көңілден су ішеді. Соның өзі адамға жеткілікті ғой. Неге адамдар шүйіркелесіп шай ішеді? Әңгімелескісі келеді, айтқысы келеді. Тыңдалғысы келеді. Иә, тыңдалғысы келеді, естігісі келеді, білгісі келеді. Сондықтан өзімізден бастағанымыз жөн деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі біздің студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамын. Сыр сұхбатпен бөліскеніңізге, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге, және де өте құнды, естір құлаққа керемет психологиялық техникалар бердіңіз. Осы подкастты тыңдаған әрбір адам сол техниканы пайдаланса, жаңағы орыстарда айтады ғой, здесь и сейчас. Дәл осы жерде, дәл қазір бол, жүрегіңді сезін, өзіңді түсін, сен сөйткенде өзіңнің энергияң артады деген сондай керемет техникаларды дәл осы подкасттың өзінде де айттыңыз. Көп-көп рахмет ісіңізге, жұмысыңызға береке тілеймін. Рахмет. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Жақсылықты жарқыратып волонтерлік подкастының бүгінгі эфирге шығуына қолдау болып отырған Атырау облыстық ішкі саясат басқармасы азаматтық орталық коммуналды мемлекеттік мекемесіндегі демеу конкурсының нәтижесінде бүгінгі подкаст жарыққа шығып отыр. Ендеше алдағы подкасттарымызда шығатын болады. Парақшаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, бүгінгі сұхбаттан білген түйгендеріңізді міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Келесі эфирде амандықпен жүздесейік.